Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге қуанышты медицина. Мен тәжірибесі мол, сертификатталған дәрігермін. Бұл видеода мен сіздерге ауыздан сасық шығу жолдарын айтамын. Неге аузымыз сасиды, соны талдаймыз. Бұл видеоны көріп соңына дейін қарасаңыздар, ауыздан сасық иістен құтылу мүмкін болады. Хорошо? Кеттік. Айтпақшы, лайк басып, оған тіркеліп кетіңіздер. Группаластарыңызға, класстастарыңызға болсын, ағайын туғандардың чатына аузы саситын адамдар болса, соған жіберіп қойыңыздар. Бұл енді күлкілі зат емес, достар. Біз енді ауыз сасыған адамдарға күлеміз. Ол кәдімгі бас ауырған сияқты симптом. Ауыз неге сасиды? Ең бірінші біз ауыздың сасуының шкаласын қарастырайық. Бірінші шкала ешкімге айналадағы сезілмейді. Бірақ адамның ауыз сасық болады. Ол адам жанында әйелі или күйеуі біледі. Түнде ұйықтайын деп отқанда сасиды, таңертең тұрған кезде қаттыға сасиды. А былай аузы сасымайды. Или қарны ашқан кезде сасиды. Бұл өте кішкентай шкала. Екінші шкала бар, ол адамның айналасында жақындаған кезде ғана сезесін. Бұл екінші шкала, аузын сасығанын сөйлеген кезінде. Үшінші шкала бар, ол кезде адам алыстан сөйлеп тұрған кезде де сезіледі, және тынысынан да сасық иіс шығып тұрады. Төртінші шкала болса, адам өзі сезіп бастайды. Адамға ренжітіп алуы мүмкін, аузым сасиды десең, неге? Себебі ол айтады, менің аузым сасымайды дейді. Неге? Себебі ол адамға сезілмейді оңайлықпен аузын сасығаны. Ол адамға сезіледі соңғы сатыларында, когда уже невозможно, ол өзі сезеді. Атак адам десе де, ол өзі сезбей жүре береді. Не істейміз? Біріншіден, ауыздың сасуының себебі бұл гастрит, язва. Хеликобактер пилори деген бактерия енеді асқазанға, өзінен жаңағы уриаза деген ферментті жасап алады. Не басына крыша ағылып, уриазадан аммиак шығып тұрады. Аммиак деген жаңағы айнып кеткен, сасып кеткен, тұрып қалған тухлые яйца дейді ғой, жұмыртқа. Сонда иіс шықса, ол скорее всего гастрит. Екінші себеп бұл тістерінде шіріктің болуы. Пульпит, жаңағы кариестер әртүрлі. Средний кариес, тяжелый кариес деп жатады, ары қарай пульпит тісі іріңдеп кеткен. Осы бактерияның ортасы. Сасық иіс шықты, бактерия бар деген сөз. Адам баласы өзіме өзі сасымайды. Сасиды, когда бактерия көбейгенде. Тісінен бактериялар сыртқа иіс беріп тұрады. Бұл екінші себеп. Үшіншісі, мынау гаймор қойнауында, ангинада, ауыздың ішіндегі кіші бездерде қабынудың болуы. Ангина сіріңдеп, гайморит болуы мүмкін. Ол да састы. Міне осы үш қана жайт. Енді төртіншісі, ол жаңа тісін жумайтын адамдар бар, өзіне қарамайтын адамдар бар. Олардан да, конечно, сасиды аузынан. Насып аятатын адамдар бар, темекі тартатын адамдар бар. Олардан да аузынан сасық иіс шығып тұрады. Қалай қоямыз? Ең бірінші себебін анықтайық, достар, хорошо? Себебін анықтайық. Жаңағы комментке жазсаңыздар, плюс-минус шағымдарыңызды мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Қандай жерге қалай баруларыңызды толығырақ жазыңыздар өздеріңіздің. Ең бірінші врачқа бару керек. Врачқа барған кезде денсаулықтарыңыз үшін жақсы врачқа барыңыздар. Гастриттеріңізді емдеп алыңыздар. Стоматологқа наконец-то барыңыздар, достар. Стоматологқа бару керек. Стоматологқа барып емделіңіздер тістеріңізді. Одан кейін гаймориттеріңізді емдеңіздер. Ауыздарыңызды тұзды сумен шайып жүріңіздер. Ауызды тұзды сумен шаю керек. Тісіңді жуасың, тамақ жейсің, түнде тұзды сумен шайып ұйықтайсың. Тісті 2 рет жууға тырысу керек. 2 рет жуатын болсаң, аузыңды шайып жүретін болсаң, сағыз шайнап жүретін болсаң, және әртүрлі ауызға шашатын ментолдың дәмдерінен тұратын спрейлер бар. Сол спрейлерді қолданып жүрсең, барлық жақсы болады. Енді жаңа тісті жуу, сағыз шайнау, спрейді қолдану, бұл тек қана шөпті тамырсыз кескенмен бірдей. Ана жақта тамыры болса, ауыз саси береді. Осы үш себептің біреуін анықтаймыз, барып қорықпаймыз, ауруханаға барамыз. Сонан кейін ауыздарыңыз сасудан арыласыздар, достар. Аузы сасып жүрген адамды күлмей, ауруын емдеуге тырысайық. Назарларыңызға көп-көп рахмет.